Ассалаумалейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Осы күнге дейін менімен бірге болғандарыңызға, қазақша каналдың дамуына үлес қосып жатқан барша оқырмандарға комментарий қалдырып, лайк басып, және де оны басқа адамдарға, жандармен бөлісіп жатқандарыңыз үшін, пайдалы ақпараттарды оқып көріп жатқандарыңыз үшін, және оны амалдарыңызға асырып жүргендеріңіз үшін өте қуаныштымын. Алла баршаларыңыздың отбасыларыңызға амандық, саулық, береке бере берсін. Ал енді бүгінгі тақырыпта өте керемет тақырып, адамды Аллаға жақындататын нәпіл ғибадаттардың бірі духа намазы. Бұл қандай намаз, қандай артықшылықтары бар, қалай оқылады, осы секілді сұрақтарға толығырақ жауап бере кететін боламыз. Ата дінімізде Алла тағала бекіткен парыз амалдардан басқа қосымша құлшылықтардың атқару жолдары көрсетілген. Мұндай нәпіл қосымша ғибадаттар парыздардың орнын толтыру, құлшылықты кемелдендіру, Аллаға сүйікті болу жолында қажет. Мүслімнен жеткен құдси хадисте қияметте адамдардың ең алдымен парыз намаздан сұралатындығы айтылады. Сонда Алла тағала құлын бәрінен артық біле тұра періштелерден: менің құлымның намазына қараңдар, олар кәміл ме, әлде кемшіліктері бар ма деп сұрайды. Егер намаз кемшіліктен ада болса, толық намаз ретінде қарастырылады, ал кемшіліктері болса, Алла нәпіл ғибадаттарды сұрап, парыздардың орнын толықтыруға мүмкіндік береді. Келесі бір құдси хадисте кімде-кім менің жақын құлыммен жауласатын болса, мен оған қарсы соғыс жариялаймын. Менің құлым оған бұйырған парыз ғибадаттарымнан артық нәрсемен жақындай алмайды. Құлым нәпіл намаздармен маған жақындыққа ие болады. Ақыр соңында мен оны жақсы көремін. Мен оны жақсы көрген сәттен бастап, оның еститін құлағы, көретін көзі, ұстайтын қолы, жүретін аяғы боламын. Егер бұл құл менен бір нәрсе сұраса, мен оны міндетті түрде беремін. Егер менен пана сұраса, оны сақтаймын және жасырамын делінген. Таңертең духа намазын оқушы кешке дейінгі қиындықтардан құтылады. Әбу әд-Дарда мен Әбу Зардан жеткен құдси хадисте: уа адам баласы, күннің басында мен үшін 4 рәкағат намаз оқы, және мен сені сол күннің соңында құтқарамын делінген. Ғалымдардың бір тобы күннің басында деп духаж немесе таң намазының сүннеті мен парызы нұсқалады, өйткені олар күн басында оқылады деген. Ал қатарында Тирмизи, Абу Дауд секілді хадис ғалымдары бар бір топ бұл намазды духа намазы деп санап, хадисті духа намазына арналған бөлімге қосқан. Духа намазы қай уақытта оқылады? Духа намазының уақыты күн көтерілгеннен кейін басталып, бесін намазына аз уақыт қалғанда аяқталады. Ғалымдар оны нақтырақ есептеп, күн шыққаннан кейін 15 минуттан кейін басталып, бесін намазына 10 минут қалғанда аяқталады деп белгілеген. Мүмкіндік болса, духа намазын күн ысығанда оқыған абзал, өйткенді пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, тәубе етушілердің намазы түйелердің балалары күнге қыздырына бастаған уақытта деген. Духа намазы қанша рәкағат оқылады? Духа намазы қосымша құлшылық болғандықтан, мұсылманның ниетіне қарай 2 рәкағаттан 12 рәкағатқа дейін оқылады, және 2 рәкағаттан бөліп оқыған дұрыс, өйткені Әбу Хурайрадан, оған Алла разы болсын, жеткен хадисте Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын 2 рәкағат духаны тастамауды өсиет еткені айтылса, Айша анамыздан оған Алла разы болсын, жеткен хадисте пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын күн сайын 4 рәкағат оқығандығы және қалауынша қосқандығы баяндалған. Духа намазы әр буынның садақасын алмастырады. Алла елшісі күн шыққан әрбір күні әр қайсысың денелеріңде неше буын болса, сонша садақа беруге тиістісіңдер. Әрбір айтылған субханаллах садақа және әлхамдулиллах садақа, әрбір айтылған ля иляха илаллах садақа және әрбір айтылған Аллаху әкбар садақа. Жақсылыққа шақыру садақа, жамандықтан тыю да садақа. Бірақ осының бәрін таңертеңгілік оқылған 2 бас нәпіл намаз духа ауыстыра алады деген. Сахаба Әбу Хурайра, оған Алла разы болсын, менің сүйікті досым пайғамбар менен айына 3 күн ораза ұстауды, таңертең 2 рәкағат таңертеңгілік духа намазын орындауды және ұйықтар алдында үтір намазын орындауды талап етті деген.
Ал Әбу Әддар да оған Алла разы болсын, менің сүйікті пайғамбарым көзім тірі кезде ешқашан бас тартпайтын 3 нәрсені өсиет етті. Ай сайын 3 күн ораза ұстау, дұға намазын оқу және үтір намазын оқымай ұйықтамау дейді. Бұл 2 хадисте дұға намазын үнемі тастамай орындап тұрудың артықшылығын көрсетеді. Әбу Хурайра оған Алла разы болсын жеткізген басқа хадисте дұға намазын тәубе етушіден басқа ешкім үнемі орындамайды. Шын мәнінде бұл тәубе етушілердің намазы делінген. Әнәс ибн Мәлик оған Алла разы болсын жеткізеді. Таң намазын жамағатпен оқып, содан кейін орнында қалып, күн шыққанша Алланы еске алып, кейін 2 рәкағат намаз оқса, оған толық қажылық пен умраның сауабы жазылады. Хадис ғалымдары мұндағы 2 рәкағат намаз дұға намазы деп санаған.